Армысыздар, қымбатты өнер сүйер қауым. Мирас бағдарламасы өзінің кезекті хабарын бастайды. Бүгінгі біздің әңгімеміз сыр өңіріндегі жыраулық дәстүр туралы болмақ. Ал студиямыздың қонағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының оқытушысы, белгілі жыршы Ұлжан Байбосынова. Қош келдіңіз, Ұлжан, біздің студиямызға. Өзіңіз осы жыраулық мектепті бала күніңізден ұстанып келе жатқан көрінесіз. Осы өзіңіздің жыраулық жолға түсуіңіздің бастауын айтып берсеңіз. Жақсы, әдемі сұрақ. Әрине, мына сырдың бойында жыраулық жыршылық дәстүр өзі атам ғасырдан келе жатырған үлкен дәстүр үрдіс қой. Жалпы орта солай, мына жыраулық жыршылықтың. Ол кішкентай күнімізден бастап, туғаннан бастап деп айтуға болады. Сол ортада өстік, құлағымызбен естіп, көзімізбен көріп. Кішкентай жиын той бола қалса, жыраусыз ол өтпейді. Ол міндетті түрде жырау алдырылып, жырлатады. Өзім көзіммен көрдім, әлі күнге дейін сол үрдіс жалғасып келе жатыр. Үлкен той жиындарда, астарда жырауды алдыртып, сол асын өткізіп болғаннан кейін жырауды қалдырып, дүйім жұртты жинап отырып, ең кем дегенде 3 күн 3 түн жырлатып жатады. Сол жырауларды, үлкен кісілерді, қарт жырауларды көзіммен көрдім. Соларды айтқан жырларының барлығы құлағымызға сіңіп, бойымызға тарап, солай өстік. Жалпы жыраулық жыршылық сырдың бойында бұл жаңағы қан арқылы тектен текке, атадан балаға тарайтын үлкен дәстүр ғой. Ол біріншіден таралуының несі, себебі. Екіншіден жаңағы өзім айтқандай тыңдау арқылы, сол ортада өсіп, өнген арқылы тағы бойға тарап жатады. Одан ұстаз бен шәкіртке ұласқан дәстүр, сол ұстаздар осы жыраулыққа бейім бар балдарды өз тәрбиесіне алып, осы жыраулық өнерге жолға салып жатады. Сондықтан бұл өнер солай өзіміздің бойымызға дарыды. Ата-бабамызда бар, әке жағымыздан да, нағаш жағымыздан да. Және сол жырауларды көріп өстік, және ұстаздан тәлім тәрбие алдық. Жалпы қанмен келген өнер деп айтып отырсыз ғой, е? Ал енді өзіңіз осы жалпы сол кішкентай күніңізде жыраулардың алдын көріп, үйреніп, одан басқа тағы да кәсіби білім алған боларсыз. Осы жалпы жырауларды қазіргі кезде 2 түрге бөлуге болатын сияқты. Олар кәсіби білім алған, яғни осы жоғарғы оқу орнын болмаса жаңағы арнайы орта білім оқыған, және тіпті ешқандай оқу оқымаған, тек қана сол жыраулықты кішкентай күнінен меңгеріп, содан ары қарай өз жолын тауып кеткен жыршыларда, жырауларда бар сияқты. Осы кәсіби білім алған жыраулардың қандай айырмашылығы бар осы дала жырауларынан? Енді әрине, біріншіден ол дала жыраулары биік тұрады қашанда да. Өйткені сол далалық психология, сол нағыз өз үрдіске, сол дәстүрге сай болып кеп жатады. Көзқарас, таным, өзін-өзі ұстау, ортада сөйлеу, шешендігі, жаңағыдай сөзге шеберлігі, барлық бір-бірімен жақсы жұмыласып, бір-бірімен жарасымдық тауып жатады. Сондықтан ол далалық жыраулар, кәдімгі ел ішінен шыққан жыраулар, бұлар нағыз жыраулар болып есептеледі. Бірақ енді қазір айтып жатырмыз ғой, кәсіби жыраулар деп. Сол кәсіби жыраулардың өзі сол жыраулардан әуелден бастағаннан сол жыраулардан тәрбие алып шығады. Содан кейін енді мынау заманның талабына сай жаңағы жер-жерден жаңағы оқу орындары ашылды, халық әні кафедралар ашылды. Осы Алматыда, консерваторияда, одан кейін Астанада, сырдың бойында, Қызылорданың өзінде сол Алмас Алматов өзі басқарған жырауларды. Енді мен айтар едім, сондайлық бір керемет айырмашылық көре алмаймын. Әрине, қазіргі жас буын жыраулар жаңағы үлкен сахналарға төселіп айтуға жақсы бейім. Енді далалық жырауларда енді сахнаға келмейді деп айтуға болмайды. Олардың мүлдем жаңағы халыққа деген қарым-қатынасы олардікі де өзінше бөлек дерек тұрады. Сондықтан енді аса
екеуін бөліп алып тастап ажыратып мынау кәсіби орындаушы, мынау далалық жырау дейтіні жоқ. Барлығы сол бір жыраулық өнер ғой. Соның ізінде тәрбиеленіп шыққан бүгінгі жас буын жыраулар. Ал енді жаңа бір ауыз сөзіңізде айтып кеттіңіз, сіз өзіңіз талай жырауларды өз көзіңізбен көріп, солардан тәлім тәрбие алғансыз. Сол қандай атын атап кетсеңіз, қандай жырауларды көрдіңіз, және олардың ішінде кімді ұстаз тұтасыз? Жыраулардың көбін көзімізбен көрдік. Соңғы сол жаңағы жыраулар, сол өзіміздің Шәмшат апамыз, осы қыз жырауларға көп тәрбие берген. Тек орындаушылық тұрғыдан ғана емес, жалпы халықтың ортасында әйел жыраулардың қалай өзін өзі ұстауы, сыпайылық, тәрбиелілік, жалпы тек өмірде де сол сыпайылықты ұстану, сол жағынан көбірек бізге сол өзінің өсиет ұлағатын айтып отыратын Шәмшат апамыз. Өзі де сол өзінің де сол отырысы, сөйлеген сөзі барлығы біз үшін үлгі болды. Сондықтан Шәмшат апамызды бірінші кезекке қоямыз мынау қыз жырау болғаннан кейін. Одан кейін жаңағы Балғашбай Жүсіпов, Әбдірәсіл Жұбатқанов, Байнияз деген жыраулар, енді көп деген жыраулар, енді ол кісілердің қазір көзі кетіп қалды өздерінің. Сондай үлкен қарт жырауларды көрдік. Бүгінгі күнде сол өкінішке орай көп үлкен кісілеріміздің барлығы алды кетіп қалды. Қазіргі үлкен жырауларымыз болып, жыраулардың соңғы тұяғы болып, Бидас Рүстембеков, Алмас Алматов сынды жырауларымыз қазір үлкендікке шықты осы кезде. Біздер қазір сол орта буын жыраулар болып есептелеміз қазір. Олжан, олай болса біз әңгімемізді жырмен тұздықтап отырсақ, өзіңіз біздің көрермендерге бір шығармаңызды ұсынсаңыз. Мен жаңа Бидас Рүстембеков деп айтып жатырмыз ғой. Сол кісі жаңа атадан балаға жалғасқан үрдіс. Әкесі Рүстембек, оның атасы Жиенбай жырау өткен. Сол Жиенбай жыраудың бастауын орындап берейін. Dağısın birden жүрмейді, терім төгіліп ағылмай. Болған мен жүйрік шаппайды, сейсі тауып бағылмай. Өлеңші деген көбейіп, қаптап кетті қиялы сөз жайылған қойдың шарындай. Сонда да тілімі сөйлеші, түнек мінген бедеудей, аузыңда ашып арылдай. Шалықта тілім шалықтай, шырын жанның сауындай. Жөнеліп тілімі сөйлеп қал, айт дегенде керілдай, деген сөзге таңылмай. Үстін төгіп айт, бір-біріне ұласқан бәйгатының шаңындай. Шаман келсе шалқып сөйле, құбылып соққан дауылдай. Азда болса тілім тәтті, піскен күләбі қауындай. Сөздің бәрі танмалы, қорадағы өзіңнің ең таңба салған малыңдай. Жиналып келген ағыным, аяма шорға барынай. Осы міне қазірдің өзінде сізді тыңдап отырғанда беу деп демеу сөз айтып, одан әрі қарай тыңдап отырғымыз келеді. Осы қалада сіздің тыңдармандарыңыз табыла ма жалпы? Ауыл, жаңағы айтып кеттік, дала жыршылары сірә оларды жерге тигізбей тойдан тойға жаңағы жырлатып жатады. Осы қалалық жыраулардың жағдайы қалай екен? Бұл жақсы сұрақ. Әрине, бұл бүгінгі күнде жырауларды жырлату, тыңдап отыру бұл үлкен, былай қарағанда қиын мәселе деуге болады. Өйткені қазір жырау тыңдап отыратынға көп адамның уақытысы жоқ. Арнайы бір себеп болмаса дейсіз. Арнайы бір себеп болмаса, қаланың ішінде де той томалақтың өзі, өзіңіз білесіз, ол белгілі бір орындарда болып жатады. Оның белгілі бір шектеулі уақыты болып жатады. Жырауды уақытпен шектеу өте қиын.
Ол жырды бастаудың өзіне бірер сағат, 1-2 сағат уақыт керек. Жырауды терлетіп алып, содан кейін үлкен салалы, үлкен жыр дастандарға түсу үшін, барынша жыраудың бүкіл ішкі жан дүниесінің бәрін ақтарып тыңдау үшін, оған бір кем дегенде бір 6-7 сағаттың уақытысы керек. Сондықтан ондай мүмкіндіктер қалалық жағдайда мүлде жоқ деп айтуға болады. Әрине осы жерде бір соның шешетін жолдарын айтқым келеді өзімше. Біз көп осы өнер адамдары арасында өзіміз айтып жатамыз, осы Корей театры бар дәстүрлі, неміс театры бар дәстүрлі, ұйғыр театры бар дәстүрлі, осы біздің өзіміздің қазақ дәстүрлі театр неге жоқ деп. Сондай бір дәстүрлі театры болса, керемет. Жаңағы жерде бүгінгі кешті бәленше жырауға арнаймыз, бүгінгі кешті бәленше күйшіге арнаймыз, немесе әншіге арнаймыз деп, сол жерде кәдімгі уақытты шектемей, көсілтіп кәдімгі жырлататын, немесе жаңағы күйін тыңдайтындай, немесе әнін тыңдайтындай сондай бір мүмкіндік жасауға болатын сияқты, өзімше сондай бір шешімі бар сияқты қалалық жағдайда. Оған кәдімгі есікті айқара ашып қойып, келемдеушілерге есік ашық деп кәдімгі сонда өзінің бір тыңдарман ортасы қаланың ішінде, қалалық жағдайда да жиналған болар еді деп ойлаймын. Өйткені қазір көп адамдар осыған меніңше тіпті зәру де сияқты. Осындай ортаны іздейтін біздің кәдімгі зиялы қауымда бар. Оның тыңдаушысы әрдайым да табылады. Сондықтан сондай бір орта ашылса деген бір арман ол бір біздер үшін. Сондықтан ол қалалық жағдайда ол көсіліп бұлай жырлап отыратын мүмкіндік жоқтың қасы деуге болады. Жалпы біздің осы қалалық демекші, қалалық халқымыздың 50%-ның өзі сол даладан келген ауыл тұрғындары жастайынан кішкентайынан дәстүрлі өнерді құлағына сіңіріп өскен адамдар ғой. Сол себепті қартайса да, үлкен жасқа келсе де, орта жаста болса да, ол тыңдап үйренген адам, ол қалада болсын, оны үнемі іздеп тұрады деп ойлаймын. Әрине ол болашақтың ісі, міндет түрде бұл пікіріңіз, ойыңыз, арманыңыз өз орнын табады деген ойдамыз. Енді мына айта берсе өзі ой жаңағы ойды ой қозғайды дейсіз ғой. Ойды ой қозғайды, және ол өзі ой материализация етеді дейді ғой, жаңағы орысша айтқанда енді. Сол өзі шындыққа ұласуы да мүмкін енді айтыла берсе. Соңғы кезде әсіресе көп айтылып жүр, сондықтан осы ой шынымен қазақтың дәстүрлі театры ашылады ғой деймін деп ойлаймыз. Ал енді көптеген көрермен қауым сізді тек қана жыршы емес, сонымен қатар ғалым ретінде де біледі. Осы ғылыми тұрғыдан сыр өңіріндегі осы жыраулық мектептің қалыптасуын, насихатталуын, одан әрі қарай дамуын осы біздің көрермендерге тарқатып айтып берсеңіз. Жақсы. Сырдың бойындағы жалпы жыраулық жыршылық өте ерте замандардан келе жатырған дәстүр ғой. Жалпы жыраулық деген уақытта қазақтың біз сонау сақ заманына барып тіреміз. Күлтегін тоны көк тасқа қашалып жазған жыраулық дәстүр үрдістен басталып. Енді бері қарай жылжитын болсақ, сол 9-10 ғасырда мына сырдың бойында Оғыз мемлекеттік құрады, Оғыз ұлысы. Сол Оғыз ұлысы мына ғалымдардың айтуы бойынша, мына Әуелбек Қоңыратбаев айтады, осы Оғыз заманының бірінші ұзаны Қорқыт болды дейді. Ұзан деп бүгінгі күнге дейін түріктер өздерінің жырауларын атап жатады. Сол Оғыз мемлекетіне, сол Оғыз ұлысына 24 түркінің тайпалары біріккен үлкен мемлекет болатын. Сол заманда осы үрдіс қалыптасты ма деп өзім топшылаймын. Енді ғалымдардың айтуы пікіріне сүйене отыра әрине. Сол сырдың бойында қалыптасқан осы жаңағы жыршылық жыраулық дәстүрдің жаңағы оған айтатын бір дәйек сол заманнан келе жатырған деген. Бұл жердегі жыраулардың көмеймен айту дәстүрі. Бүгінгі күнде сол түркілердің көп халықтарында осы көмеймен айту дәстүрі бар, бүгінгі күнде сақталған. Осы қазақ топырағында сол тек сырдың бойында ғана осы көмеймен айту дәстүрі бүгінгі күнде бар, жалғасып келе жатыр, және ол жаңағы бағанағы сөзіміздің басында айтып кеткендей, бұл тектен текті қуалап кәдімгі атадан балаға жалғасып жатқан үлкен үрдіс. Бұл біріншіден. Екіншіден, осы сырдың бойындағы мына жыршылық, жыраулықтың бірнеше бағыттарға бөлініп дамып жатады. Соның ішінде жаңа мектепке бөліп жатамыз. Бұның ішіндегі сол Қорқыттың өз жерінде
дамыған жаңа Қармақшы өңірінде жаңағы нағыз сол мына қобыз үнімен, қобыз сарынымен сарындас болып келетін осы үрдіс дәстүр мектеп үлкен. Одан кейін осы мына Арал өңірі жақ бетіндегі жаңағы мына батысқа қарай әндетіп, әуелетіп, жоғарғы диапазонда айтылатын сондай өзінің ерекшелігімен онда да ерекшеленіп жатады. Одан кейін мына жоғарғы саласында сыр бойының мына Шиелі, Жаңақорған жағындағы Нартайдың дәстүріндегі мектеп үрдіс. Осындай өзі әртүрлі неге бөлініп жатады дәстүрге. Ал енді Ұлжан, мына сіздің шығармашылығыңызда, репертуарыңызда мінәжат деген жанр бар екен. Осы жанр туралы бір-екі ауыз айта кетсеңіз, орындау алдында. Дұрыс, мына сырдың бойында шығыстық поэзия, діни тақырыптар көбірек жырланған. Бұған себеп болатын сырдың бойында көп деген мына көзі көкірегі ояу, көзі ашық жас буын сол Орта Азиядағы үлкен мешіт медреселерде тәлім алып, сол жерде Ахун Махсум дейтін атақтарға ие болады. Солар елге келіп үлкен мектеп, мешіт медреселер ашып, сонда жаңағы осы шығыстық поэзияны, әдебиетті, жаңағыдай діни тақырыптарды, соларды көбірек насихаттай бастайды. Сол уақытта жыраулар, ел ішіндегі жыраулар да өз үлесін қосып, осы жырларына қосып, пайғамбарлар, патшалар тарихын жырларға қосып, үлкен толғау жыр дастандар қалдырған. Оны жаңағы айтып жатырмыз, Қарасақал Ерімбеттің творчествосынан, Тұрмағамбеттің, Шораяқтың Омарының барлығында дерлік осы шығыстық тақырып, шығыстық поэзия, діни тақырыптар, солар көп белең алады. Бұл мына 18-ші ғасырдың аяғы, 19-ші ғасырдың басында. Сол уақыттарда шығыстық поэзиядан деген жанрлар топтамасы кіреді. Олар мынау ғазал деп жатамыз, мінәжаттар деп жатамыз. Сол осы көбіне көп осы ғазал, мінәжат шығарып кеткен белгілі ақындар бар. Ол Шегебай Бектасұлы, Шегебай Бектасұлының көптеген толғаулары осы мінәжат жанрында. Яғни бұл өлеңмен, жырмен Аллаға құлшылық ету дегенді білдіреді. Солардың, пайғамбарлардың жаңағы игі істерін насихаттай отыра, халық үшін, ел үшін, жер үшін Аллаға құлшылық ету. Ғазалдарда сол сияқты. Ғазалдар көбіне мына Сейтжан дейтін Бекшентайұлы сол ақынның творчествосынан көбірек алып жатамыз, көріп жатамыз. Сондықтан сол мінәжаттан бір орындап берейін. Көп айтылмай жүрген шығарма. Шегебайдың мінәжаты. Көп айтылмайды, сондықтан осыны тыңдап отырыңыздар. Болғаны соң әмір пәрмен шаппарақтан адамды жаратты топырақтан. Тәйіптің Мәккәменен арасында ой үстінде жауып жаңбыр қылшыл жатқан. Тіліне ібілістің азғырылып Аллаға Рәббіне сана айтқан. Бір туған атасы бір оғландар ой абылды қабыл ұрып таспен атқан. Анасы Шишнәбиді хақ жаратты ой болмады тілі ғалипті бадаттан. Ол Сәпи шәмшәрінде опат болды ой аңырантып қара тасы ой боталатқан. Қалмады еш нышана ой қауме даттан. Қарынның малы толып дүнияға ой Мұса